Барлықтарыңызға сәлем. Ал істеріңізге сәттілік тілеймін. Мен сізге бүгін қазір общий нені көрсетіп жіберейін. Бізге осы 1688-ге заказ беру үшін бізге мына төртеуі қажет. Переводчик мынау, одан кейін 1688, одан кейін home beta, сосын калькулятор. Осы төртеу болса болды. Мысалы, переводчикқа барайық, иә? Переводчикқа барамыз. Бізге керекті не зат, мысалы, пижамы детский деп жазайық, иә? Пижамы детские переводтаймыз. Мынаны басамыз. Переводтаған кезде мына перейти дейміз. Мына жерде мынандай копировать деген сөз не шығады? Міне соны басамыз. Перевод скопирован деп шықты. Енді бұдан шығып кетеміз да, назад деп. 1688-ге барамыз. Міне 1688-ге кіріп, мына жерге, мына поиск деген жерге, мына жерге жаңағыны ставить дейміз. Бетіп басып тұрасыз да, ставить деген шығады, соны баса саласыз. Сосын поискті баса саласыз. Мына детский пижамалар шықты. Былай өте бересіз, мысалы, қайсысы өзіңізге ұнайды. Әртүрлі фирма болғандықтан бағаларда әртүрлі болады. Мысалы, мынау арзан көрейік, мына жерде мына қызыл несі тұр. Өтімділігі жақсы деген сөз. Осыны ашып көрейік. Аштық. Міне осында пижама екен, әртүрлі цветтерінен бар. Міне мына жерде 13-24 деп тұрған, мынау 13-тен 24 юанға дейін деген бағалары. Енді астына қарай түсеміз. Мына жерде корона тұр, ол сапасы жақсы деген сөз. Былай өте берген кезде мына жерге мынаны басамыз. Мына тұр ғой, осыны басамыз. Басқан кезде міне шығады неше сантиметр, қанша цветтер қандай. Міне былай көтерсеңіз қанша сантиметр керектігі шығады. Мысалы, бізге 90 сантиметрден біреу керек дейік. Мына плюсикті басасыз. Плюсикті басқанда біреу деп шығады. Мына төбесіндегі мына жазуларды, қытайша жазуларды бассаңыз, цветтері өзгеріп отырады. Мынаны бассаңыз, басқа цветі, мына цветтерін осылай таңдайсыз. Сосын таңдап болғаннан кейін, мысалы, мынасынан 100 сантиметрден біреу, мынаусынан 110 сантиметрден тағы біреу, осылай таңдап аласыз. Былай көтерген кезде мына жерде ең соңында общий бағасы шығып тұр. 42 юан 3 штук деп тұр. Осы шығып тұр, иә? Осыны скопировать етіп аласыз. Осылай скриншот жасап аласыз былай телефонға. Сосын жабасыз да. Міне осылай қарай бересіз, мысалы. Сапасы мына 5 жұлдыз тұр, сапасы жақсы деген сөз. Былай көтере берген кезде міне басқа пижамалардың түрлері шығып жатыр, көрдіңіз. Енді бұдан шығып, мысалы, жаңағы общий бағамыз 42 юан болды ма? Например, мынаның бағасы есептеп көрейік, иә? 13 юан дейді, мысалы, арзаны. Шығамыз. Калькуляторды ашып, 13 юанды көбейтесіз. Қазіргі курс қанша? Курсты Google-дан бетіп қарай саласыз. Міне Google-дан мына жерге жаза саласыз былай. Курс, міне іздеген алдымда. Курс юань к теңге деп іздеген. Қазіргі курс, мысалы, 54-те 78 болып тұр. Калькулятор аласыз, 13-ті көбейтесіз. 54-те 78-ге. 54-те 78-ге тең. 712 теңген жаңағы бағасы. Оны, мысалы, 712 теңге, осылай есептеп, мына home beta деген міне ашып қарайсыз. Осымен, переводтайсыз, мен бұны бөлек түсірем қазір.